сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағы 2 сынып 69 сабақ. Ең алдымен каналға тіркеліп алыңдар. Бүгінгі тақырыбымыз амоним дегеніміз не? 19-шы жаттығуға қарайық, мәтінді тыңда дейді. Спортпен арнайы шұғылданатын адамды спортшы деп атайды. Олар жеңімпаздарды анықтайтын жарыстарға қатысады. Басты жарыс Олимпиада ойындары. Қазақстан өзінің Олимпиада чемпиондарын мақтан етеді. Суреттегі спортшылар спорттың қай түрінен жеңіске жетті, тағы қандай Олимпиада жеңімпаздарын білесің. Балалар, суретте Бекзат Сатырханов, Бақтияр Артаев бокстан жеңіске жеткен және Ольга Шишигина кедергілермен жүгіру атынан шығып жеңіске жеткен екен. Және де басқа да қандай Олимпиада жеңімпаздарын білесіңдер дейді. Қазақстанның атынан шығып жарыстарға қатысып жүрген Жақсылық Үшкемпіров, Серік Сәпиев, Данияр Елеусінов және Елдос Сметов сияқты тағы да басқа Олимпиада жеңімпаздары болған. Келесі 20-шы жаттығу. Жатқа жазып, қарамен жазылған сөздердің мағынасын түсіндір. Түріп жең, күресте жең, талып қар, күре қар. Түріп жең дегеніміз кәдімгі киімнің жеңін түр деген. Ал күресте жеңдең дегеніміз жеңіске жету. Яғни күресте жеңу деген мағынаны білдіріп тұр. Талып қар, күре қар. Талып қар дегеніміз шаршап қарды күре деп тұр. Ал күре қар дегеніміз қарды күреу, яғни қарды тазалау. 21-ші жаттығу. Өлеңді көшіріп жаз. Шақырады шымбұлақ, аппақ-аппақ шыңғызы, қуанбайтын кім бірақ, жарқыраса жұлдызы. Өлеңнің авторы Темірше Сарыбайұлы. Жалпы шымбұлақ туралы не білесің және энциклопедиядан шымбұлақ туралы біліп ал дейді. Шымбұлақ Алматы маңындағы Іле Алатауы шатқалының 2510 метр биіктігінде орын тепкен тау-шаңғылық курорты. Талғар асуының бөктеріндегі бұл спорттық кешен 1954 жылдан бастап тау шаңғысы спортшыларының сүйікті орнына айналған екен. Яғни спортшылар барып сырғанайтын, тауға мінетін жер екен балалар. 22-ші жаттығу. Суреттегі зат атауларын екі мағынада қолданып сөйлем құрап жаз дейді. Бірінші суретте бізде қой. Мысалы, дәптерді орнына қой және жануарлардың бірі қой деген сияқты айтуға болады. Екінші суретте ара жәндіктердің бірі, немесе Марат үйлерді арала, яғни үйлерге кір деген мағынаны білдіреді. Және мақта бұл өсімдік және адамдарды мақтау деген сияқты мағынаны білдіреді. Балалар, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.